Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Айбек Имашев және біздің видео курстың келесі тақырыбы жалпы менеджмент, сапа менеджменттің өзара байланысы. Өнімнің сапасын басқару, оның даму тарихының көрініп тұрғандай сапалы параметрлер мен олардың ауытқу себептері бақылау ғана емес, бұл өнімнің өмірлік циклін қамтитын, өнімнің сапасын жақсартудың стратегиялық және жедел процестерінің және сапаны басқару жүйесінің жұмысын жүйелі түрде қамтамасыз ететін басқару қызметі. Менеджмент негіздерінің еңбек бөлінісі өндірістік қатынастардың дамуы мен нақты еңбек процестерінің басқару процесінің бөлуіне әкелетін белгілі. Менеджмент басқару менеджерлер ықпал ету нәтижелігі үшін жауапкершілік қабылдаған жағдайда қойылған мақсаттарға қол жеткізуге сәйкес келетін іс-әрекеттерге итермелеу үшін бір адамның немесе адамдар тобының басқа адамдарға әсер етуі. Басқару міндеттерінің ортағалығы оның жалпы заңдарын тұжырымдамауға мүмкіндік береді, ал басқару практикасын талдау және жалпылау заңдарға сүйене отырып, басқару ғылымы шеңберінде басқару мазмұнын нақтылауға мүмкіндік береді. Келесі суретте жалпы алғанда басқару құрымының мен процестерге суретте көрсетілген ұсынуы. Субъект, объект, нәтиже, мақсат, мақсатқа сүйену, кері байланыс. Менеджмент қызмет саласы ретінде жүйеге және оның бөліктеріне қатысты басқару міндеттерін шешудің 3 деңгейі қамтиды. Бірінші, макродеңгей. Басқару жүйесінің өзін-өзі ұйымдастыру мәселелерін шешуді қамтиды. Идеология мен мақсатты саясаттың міндеттері, тұтастай басқару жүйесін дамыту стратегиясы, оның құрылымын, ішкі жүйелердің функцияларын, жоғары менеджменттің кадрлық саясатын және тағы басқа. Екінші, басқару жүйесінің субъектісі мен объектісінің өзара әрекеттесуінің тиімділігін басқару. Нақты қойылған мақсаттарға қатысты басқарудың жалпы функцияларын орындау, яғни бұл басқарудың технологиялық аспектісі. Үшінші, мақсат ағашының төмендегі деңгейінде тұрған мақсаттарға жету үшін немесе нақты басқару функцияларын орындау үшін нақты басқару ішкі жүйелерінің қызметін басқару. Бұл басқару жүйелерінің негізгі функцияларын білдіреді. Макрофункциялар жүйенің өмір сүру мен дамуының миссиясын, парадигмасын, идеологиясын әзірлеу. Басқару жүйенің мақсаттары ағашын және оларға қол жеткізу өлшемдерін әзірлеу. Жүйе мінез-құлқының жалпы саясатына әзірлеу. Басқару жүйесінің құрылымын және оның даму бағыттарын әзірлеу. Күші жүйелерінің функциялары мен иерархиясын айқындау. Жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету және басқару күші жүйелерінің дербестік дәрежесін айқындау. Кадрлық әлеуетті қалыптастыру тәсілдері, әсіресе жоғарғы менеджментті іріктеу және ротациялау әдістері болып табылады. Екінші, басқарудың жалпы функциялары. Алдын ала басқару, жүйенің нақты параметрлерін жоспарлау және болжау, жедел басқару, ұйымдастыру, ынталандыру, үйлестіру және реттеу, және қорытынды басқару немесе кері байланыс, бақылау, есепке алу, талдау. Үшінші, басқарудың жеке функциялары, жоспарлау және болжау жөніндегі жұмыстарды басқару, сапаны басқару, өндірістік, техникалық дайындығын басқару, кадрлармен, материалдық техникалық жабдықтаумен, техникалық экономикалық талдаумен және тағы басқа жұмысты ұйымдастыру. Сапа менеджмент теориясы мен практикасын дамытудағы жоғарғы қарастырылған кезеңдер сапа менеджмент жүйесінің дамуымен осы жүйенің объектісі де, субъектісі де, мақсаттары да өзгергенін көрсетеді. Жалпы менеджментте сапа менеджменттің негізгі ғылымы менеджмент тұжырымдамасын жасаған Тейлор жүйесі. Тейлор жүйесі сапаның жоғарғы және төменгі шектері, толеранттылық өрістері туралы түсініктерді қамтиды. Шаблондар мен калибрлер сияқты өлшеу құралдарын енгізді. Сонымен қатар,
сапа инспекторларының тәуелсіз лауазымына деген қажеттілікті, ақау істегендерге арналған айыппұлдардың әртүрлі жүйесін, өнім сапасын әсер етудің формалары мен әдістерін негіздеді. Бірақ сапаны басқару жүйесін мақсатты орнату, жеке өнімдерінің түйіндерінің және бөлшектердің белгілі бір жағдайларын қамтамасыз етуге дейін азайтылды. Осы бағыттағы әрі қарайғы іс-қимылдар шығындардың айтарлықтай өсуіне, өндіріс тиімділігінің төмендеуіне алып келеді. Келесі суретте сапа қызметінің функцияларын қарауға болады. 1920 жылдан 1980 жылдардың басына дейінгі кезеңде жалпы менеджмент пен сапа менеджментінің даму жолдары келесі суретте көрсетілген. Сапаның негізгі проблемасын мамандар негізінен өнімдер мен өндіріс процестерінің өзгергіштігін бақылау мен басқарудың инженерлік техникалық проблемаласы ретінде қабылданылды. Ал менеджмент мәселесі қызметінің тиімділігі арттыру мәселелерін шешумен байланысты проблема ретінде негізінен ұйымдастырушылық, экономикалық және әлеуметтік психологиялық қабылданды. Бұл кезеңде сапаны басқару белгілі бір басқару функциясы болды. Яғни жалпы басқарудың құрылымдылық, ұйымдастырушылық, ресурстық бөлінген ішкі жүйесі. Тыңдағаныңызға рахмет. Сіздермен бірге Айбек Имашев. Слушай, мы микрофон не подключили.